Бариатриялық хирургия тек семіздікті ғана емес, семіздіктің екінші типті қант диабеті сияқты асқынуын емдеудегі ең тиімді әдісі болып есептеледі. Екінші типті қант диабеті жалпы емделмейтін ауруға жатады. Қазіргі таңда екінші типті қант диабетінен құтылудың жалғыз жолы бариатриялық және метаболикалық операциялар болып есептеледі. Яғни 85% жағдайда бұл операциялардан кейін диабеттен толық құтылу мүмкіндігі бар. Ота жалпы қалай әсер етеді? Біріншіден, операциядан кейін асқазанның көлемі кішірейтіндіктен организмге қанттың түсу деңгейі азаяды. Екіншіден, адамның денесіндегі май ткани азаятындықтан, яғни адамның жалпы көлемі азаятындықтан өзінің инсулинінің сезімталдығы жоғарылайды. Үшіншіден, ас қорыту жолы өзгеретіндіктен, астың ішекке тез түсетіндігінен ішек гормондары қосылып, адамның өзінің табиғи инсулинін ерте қосып отырады. Бұл да қанттың деңгейін түсіріп отырады. Бауырдағы майдың азаюы да бұл шамадан тыс қосымша қанттың бөлуін төмендетеді, ол да қант диабетінің емделуіне көмектесіп отырады. Яғни бұл операциялардан кейін бір мезгілде бірнеше механизм бір-бірін толықтырып отырады. Отадан кейін қандай нәтижелер болады? Яғни бірінші апталардан бастап адамның қант деңгейі төмендейді. Операциядан кейін бұрын ішіп жүрген таблеткалар немесе инсулиндер болатын болса, оларды толық тоқтатады немесе азайтады. Диабеттің өзінің әрі қарай болуы мүмкін асқынуларының пайызын төмендетеді немесе болдырмайды. Бариатриялық операциялар ол тек қана семіздікті емдеуде емес, семіздіктің екінші типті қант диабеті сияқты асқынуларын емдеуде де ең тиімді жолына жатады. Сондықтан егер сізде басқа жолдармен құтыла алмай жүрген артық салмағыңыз болса, немесе екінші типті қант диабеті сияқты асқынулары болса, тегін консультацияға жазылуларыңызға болады.